тұз шартысына салмағанменен соның төңірегіндегі қосалқы қызметке пайдаланған. Ал бұл 28 жыл. 29 жылы Байқұлақты тау ретінде жою науқаныменен осы Сырдария округінің өзінен қанша адам кеткенін біз комиссияның барысында оны анықтай алмадық. Олар да 100-ден кем емес. Бұл жол барғандар байлар, билер, атқамінерлер тағыстағылар. Міне осы екінші толқынменен тұтқындалып, Сол Илескіге барып, тұз шахтасында қызмет жасаған Тұңғышбай би Күнікеұлы деген кісі. Енді ол кісі билердің соңғы сарқындай болған адам ғой. Сырдария облысының жыл сайын мынау Сарысудың бойында съезі болатын патшаның заманында. Сырдария облысы билерінің съезі деген съез. Сол съезде бір-екі рет ол төбе би болып қызмет жасаған. Осының өзі оның қазақ қоғамындағы рөлін айғақтай беретін шығар. Енді осы Тұңғышбай би болғасын әрине бар болды, махаббат болды. 3 қатын алған, 3 қатыннан 7 ұл, пәленше қыз. Сонда шалды жер аударып жіберген хабар келді. Енді сол жер аударылғандардың ішінен қашып пісіп келгендері азғантай ғана. Ал бұл кісі сояқта қалған. Сонда Тоқалы жоқтау айтқан екен. 7 ұлынан бір уыс топырақ бұйырмаған байғұсым-ай деп. Ал енді дәл осыншалықты жоқтауға жеткізген қазақтың өте бір қадірлі тұлғалары биді осындай деп жоқтауға жеткізген кім? Ол қоғам. Қоғамның құбылуыменен, заманның құбылуыменен қоғам өзгерді. Қоғамның илеуіменен адам өзгерді. Міне, кешегі тоталитарлық биліктің кезіндегі біздің қазақтың басына түскен қайғы қасірет, ол тек біздің жанымызды ғана 1,5 миллион адамымызды аштан қырып қана қойған жоқ. Біздің рухани құндылықтарымызды да әбден осы жоққа шығарып, теріске шығарып, қазақты мәңгүрттенудің ізі еді. Енді сөзімнің қорытындысы ретінде айтатыным, мына мемлекеттік идеологияда, ұлттық идеологияда үкіметтің атқаратын жұмыстары бар. Олар шамасы келгенше атқара берер. Бірақ үкіметтің ойында болғаныменен атқаруға шамасы келмейтін, әдді жетпейтін тірліктер бар. Соның бірі мынау біздің бүгінгі көтеріп отырған билер институты. Билер институтының өнегесін тірілту, оның қызметін тірілту, өнегесін елге насихаттау. Міне осы тұрғыда біздің арамызда билер, батырлар атындағы қоғамдық қорлардың төрағалары келіп отыр, белсенділер келіп отыр. Осы кісілердің бүгінгі ортаға салып отырған тірлігі үлкен құптайтын тірлік. Бұған біздің ұлттық идеологияның басында отырған кісілер назар аудару керек деп ойлаймын. Қазір конференцияның соңында ұсынымдар қабылдаймыз, соны дауысқа саламыз. Келесі сөзді біз Найманбаев Бекмұрат Рахманберді ұлынан тыңдаймыз. Өзбек Жәнібек атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, баяндаманың тақырыбы қазақ хандығының мемлекеттік басқару жүйесіндегі билер институты, тарихи құқықтық аспектілер. Бұл кісі енді қысқа сөйлеудің шебері. Дайындалып отырсын Тастанбеков Мұрат.